Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен бірі білсе, бірі білмейтін кукурузный кашаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналымнан алыстамай, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сонымен ең алдымен біздің жүгері жармасын жақсылатып, суы тазарғанша бірнеше рет жуып аламыз. Жуып алған соң қайнап жатқан суымыздың үстіне жүгері ботқамызды саламыз және жақсылап араластырамыз. Жалпы жүгері ботқасы өте ұзақ қайнайтын кашалардың бір түрі. Сол себепті де ұзақ қайнатамыз, әрі үнемі былғап тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай суы тартылғанша шамамен 10 минут аралығында қайнатамыз. Баяу отта. Міне толықтай суы тартылып бітті. Енді осы кезде сүтімізді құямыз. Кейбір кісілер көбіне сүтті ысытып құйып жатады. Мен кәдімгі салқын сүтті бірден құйып жібердім. Және тағы да бір араластырып, бетін жауып баяу отта араластырып тұрып пісіреміз. Дәміне қарай тұзын, қантын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Кашаны тек сүтке ғана пісіріп жатады көбісі, алайда мен сумен бірінші бір қайнатып алғанды жөн көремін. Мінекей біздің кашамыз қоюланып бастады. Ол деген пісуге жақын қалды деген сөз. Кашамыз тағы осы сүтпен мен 20 минут қайнатамын. Сонда барлығы 30 минут уақыт аралығында осылай жүгері кашамыз пісіп шығады. Мінекей осымен біздің кашамыз дайын. Дайын болған соң бетін жауып 5 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Сол кезде өзінің бойындағы артық сұйықтықты өзіне сіңіріп қоюлана түседі. Мінекей кашамыз осымен дайын. Ұсына берсеңіздер болады. Менде бұл жерде тек 2 порциялық каша. Егер сіздерге бұдан көп болса, сіздерге описанияға толық мөлшерін қалдырып жазып қоямын. Көп мөлшерде көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Піскен соң кашаға міндетті түрде сары май салуды ұмытпаңыздар. Мен қолдың сары майын салдым. Бұл кашаның дәмін одан сайын дәмдете түседі. Осымен біздің кашамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір.